Сәлем балалар, қалайсыңдар депші. Біз ботаникалық садқа келдік, ботанический. Дұрыс қой қазақша ботаникалық. В общем, жаңа ботанический садтағын айтам деп ұмытып кетіппін. Мынандай болды, кіре берісте қырылып кеткен соң. Вход 900 теңгеден деді ма, бірдемеден деді. В общем, 2000 бір нәрсе теңге төледім. Потом сіздер не істейін деп жатсыздар деді. Не істегенсіз? Паркке кіріп тамақ ішпеймін ғой енді бір. Фотосессия, жаңағыдай видео түсіреміз. Ол жағы отдельно төленеді екен. Сонымен бір кісіні шақырды. Бұлар блогерлар. Мынау деді. Сонымен блогерларға 100 000 теңге дейді ғой. Әнәс неғыл дейді. Қалай сонда обычный адамдар кіреді 4-5 000 теңге төлейді. Біз кірсек 100 000 теңге төлейміз. Ебай, бұл не деген закон құрсын? Қаяқтан шыққан, білем. Вообще түсінбедім деймін. В смысле, неге блогерлар 100 000 теңге? Сонда әкім, депутат сөйтіп бөліне ме? Сонда ботанический садқа кіру деймін. Вообще түсінген жоқпын да. Адам былай жазылып тұр. Фотоға, видеоға түсіреді. 4 000 теңге, 5 000 теңге, 2 000 теңге, 3 000 теңге солай жазылып тұр. Блогерларға 100 000 теңге дейді. Ебай, не бұл? Сіздер love story түсірейін деп жатсыздар ма, білмейміз ғой дейді. Мен коляскамен кіріп тұрмын. Вообще коляскамен кіріп тұрмын. Love story деген несі құрсын? Love story дейтін тойға дейін түсіресің, например. Білмеймін ғой енді, гендер пати ма. Қашан көрдім 3 адаммен гендер пати жасаған? Шарың мен бірдеңемен кіресің ғой. Андай бір тупой сұрақтар қойды, адам нервын шығарып просто кіре берісте. Love story, гендер пати ма, тағы бір нәрсе айтты, короче, крышамды кетіріп. Не болып кеткен, өзіміз паркке кірамайтын болды. Осыға дейін просто до этого времени менде ботанический садта бір интерес болмаған да, например, президентский паркқа баратынбыз, сосын горький парк, сондай басқа парктерге барып жүргем. Енді жаңа видео түсіретін жаңа бір күн жаз ботанический садқа барып көрейік деді. Соған бола барғам. А так вообще мне похер болған, по идее, қай парк болса да ше. Главное жаңа табиғаттың бірдеңесіне фото, видео түсіреміз деп ойлағанбыз ғой. Біз, олар айтады еще, біз білмейміз ғой, сіздер реклама түсірейін деп жатқан шығарсыңдар. Нені реклама? Мен не ағаштар реклама түсіремін ба? Или, блядь, шөптерді реклама істеймін ба? Нені сіздер реклама істеп сатасыздар? Нені вообще түсініксіз да? Тупизм әңгіме айтып тұр да? Андай болады ғой бір адам миына қонатын әңгімелер айтқан жоқ, короче, натуре нервқа тиіп, қырылып, түсінбей шығып кеткен соң, өзіміздің паркке кіру соншалықты қиын болып кетті ма деп ше. Одан бөлек тағы мынандай нәрсе. Мынандай нәрсені айттым да, сосын мынау кіріп жатқан адамдар сонда 900 теңгеден 1000 теңге, 2000 теңге, 3000 теңге, допустим, 10 000 теңгеін төлеп кіреді. Сонда біз блогер екенін деп 100 000 теңге береміз ба деймін да? Олар да кіріп жатыр, біз де кіріп жатыр. В чем разница? Мысалы, любой адам паркқа кіргеннен кейін табиғатта фотоға түседі, видеоға түседі, дұрыс па? Олардың түскендері сонда инстаграмға салынбай ма екен? Видеолар тиктокқа салынбай ма екен? Короче, крышам кетіріп жіберіп бар ғой. Мен айтып да, любой кірген адам фотоға түседі, видеоға түседі, бүйтеді десем. Анау, бәрі бүйткен паргі құрсын дедім, шыны керек. Айналайын, кіріп жатқан президентский паркымыз, басқа парктарына сайранда жүресің, ары, бері, пофигу, кішкім ештеңе демейді, видео түсесің, фото түсесің, гитарамен айтасың, мынаяқтар, например. Түсінбедім. Или мен бұрын барып көрмеген екен ба, или бұрыннан сондай ма, білмеймін, мен нервым шығады. Добрый день, мои дорогие, как у вас дела? Просто посмотрите на сегодняшний мой образ. Я сегодня такая дерзкая. Классно, да? Мне прям очень сильно нравится. Арнайы біз дана досымыздың достары болып, бауырлары болып, құрбы құрдастары болып, қолдауға келіп қалған жайымыз бар. Мамаға үлкен рахмет. Осында қазіргі жетіп отырған дәрежем, жаңа TikTok'тағы, Instagram'дағы дәрежем бәрі бірінші мамамның арқасы, екінші сіздердің арқаларыңыз. Сіздер қолдамағанда мен бұндай дәрежеге жетіп, қазіргідей магазин ашпас едім. Сол мен достарыма үлкен рахмет, келіп құттықтап отқандарыңа, мне очень приятно. Баршамызға таныс білесіздер, дана қыздарыңыз өздеріңіздің алдарыңызда, достарының жанында кереметтей еңбектің нанын жеп,
кішкентай кезінен бастап саудамен айналысып, байсеркеден бастап өзіміз білеміз, кішкентай точкадан бүгін мінекей осындай керемет ашылу салтанатына келіп тұрған жайымыз бар. Көркейе берсін, өне берсін, ізгі тілек тілейтін жандар ішінен әмин деп отырыңыздар, сіздерге де жұғысты болсын. Арнайы біз Дана досымыздың достары болып, бауырлары болып, құрбы құрдастары болып, қолдауға келіп қалған жайымыз бар. Салтанатын аман-есен абыроймен аяқтап, қазір дальше жұмыстарымызға кетіп баратырмыз. Өзің үшін қуаныштымын. Ернар күшті тамада, жазында, Ернар той болсын, любой болсын, нәрсе. Киім ашылу болса жасайды. Мысалға, иә? Бәрін жасайды. Рахмет, Ернар, күшті Өте кайф болды. болды. Көңіліңе, пейіліңе рахмет. Тек қана көркейе бер, жақын деген жандардың барлығын шақырған. Зато күшті болған. өзіміз деген байып болды. Иә, күшті болды, рахмет. Шұғылада осындай керемет маркет. Достар, көңілге қалай? Бір настроение беріп қойыңыздар. Достарым, Мынауский. Менде досың ғой, бірақ. Бүгін біздегі Дананың тайпын жарыстар, жаңа көрсеткен. Дананың дүкенінің ашылуына келіп қалдық. Яғни бұл жерде басты енді сүт өнімдері, бірақ барлығы бар мынаның ішінде. Қазір енді өзімізге готовый мынандай книжки, манты дегендерді алып жатырмыз. Рахат, үйде дайын тұрады, үйге барып пісіріп жей бересің. Қайырлы кеш достар, қалайсыздар? Бүгін магазиннің ашылуын жақсылап өткізіп алып, енді өзіміз жастар болып, өзіміз отырып шай ішейік деген передача десе де. Шошу Мегафишқа келдік. Кеше таңғы сағат 7-ден кете ұйықтағанбыз ғой. Сонымен зорға оянғанбыз таңертең сағат 12-де. Сонымен бүгін ойбай бағана қыздармен қайтып барады. Давайте бүгін ерте ұйықтайық деп едік. Жатырмыз мына жерде.